Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша, арабша Құран хатым оқу. 4-ші пара. Али-Имран сүресі 93-ші аят. Қуылған шайтан кесірінен Аллаға сыйынамын, аса қымқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Тәурат түсірілмей тұрып, Исраилдің, яғни Яқуб пайғамбардан өз-өзіне харам еткенін өзге Құранда адал етілген ішіп-жем атаулының барлығы Исраил ұрпақтарына адал болған. Ендеше оларға Тәуратта мәнсұқ болған аяттар жоқ деген сөздерің рас болса, онда Тәуратты әкеліңдер де оқыңдар деп айт. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куллу ат-та'ами кана хиллан ли бани Исраиля илля ма харрама Исраилу аля нафсихи мин қабли ан туназзала ат-Таурат. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Ал енді бұдан бұлай кімде-кім өз ойынан өтірік айтып, соны Аллаға телейтін болса, міне солар Алланың алдында асы болып өз-өзіне қиянат жасаған нағыз залымдар. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, оларға Алланың айтқаны рас, ендеше жалған сенімдерден арылып, пәк жүрек, таза ниетпен бір Аллаға ғана иман келтірген күйде Ибрахимнің хақ дініне кіріңдер. Өздерің де жақсы білетіндей, ол мүшриктердің қатарында емес еді деп айтты. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Шүбәсіз жер бетінде адамдар үшін құлшылық орны ретінде ең алғаш салынған үй Меккедегі Қағба. Ол құт берекенің қайнар көзі, күллі адамзатты тура жолға бастаушы һәм бет бұратын құбыла. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Онда оның қасиеттілігі көрсететін айқын белгілер мен дәлелдер, соның ішінде Ибрахимнің құлшылық еткен орны бар. Кімде-кім Алланың үйіне кірсе, қауіп-қатерден аман болады. Алланың үйін зиярат етуге шамасы жететін әрбір адам үшін қажылыққа бару оның мойнындағы Алланың ақысы. Ал кімде-кім күпірлік қылып, қажылықты жоққа шығарса, немесе жағдайы болып шамасы жетіп тұрып қажылық парызын өтемесе, біліп қойыңдар, Алла ешкімге мұқтаж емес, ешкімнің қажылығына да басқа құлшылығына да зәру емес, керісінше бүкіл ғалам оған мұқтаж. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Оларға, әй кітап иелері, Алла не істеп, не қойып жүргендеріңе толық куә болып тұрғанда, неліктен Алланың аяттарын жоққа шығарып күпірлік қыласыңдар деп айт. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. Сондай-ақ оларға, уа кітап иелері, өздерің ақиқатқа куә бола тұра, неліктен Алланың тура жолын қисық теріс етіп көрсетуге тырысып, иман келтіргендерді Алланың хақ жолынан қақпайлайсыңдар. Алла не істеп, не қойып жүргендерінен бейхабар емес деп айт. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Уа иман келтіргендер, егер кітап иелерінің бір тобының айдағанына жүріп айтқандарына көнетін болсаңдар, онда біліп қойыңдар, олар сендерді иман келтіргеннен кейін кері кетіріп, діннен бездіріп кәпір қылады. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Көз алдарыңда Алланың аяттары оқылып жатқанда һәм араларыңда Алла елшісі жүргенде қалай ғана діннен безіп күпірлік қыласыңдар. Кімде-кім Аллаға шын көңілден берілсе, шүбәсіз тура жолға түскені. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Уа иман келтіргендер, Аллаға қарсы келіп асы болудан барынша сақтаныңдар, һәм өмір бойы бір Аллаға қалтқысыз мойынсұнып, ажалдарың келгенде де кәміл мұсылман болып қана жан тапсырыңдар, басқаша өлмеңдер. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Барлығыңда Алланың желісіне, яғни хақ дініне мықтап жармасыңдар және өзара бөлінбеңдер. Сондай-ақ Алланың өздеріңе үйіп-төгіп берген нығметін естеріңе алыңдар. Кезінде біріңе-бірің бітіспес дұшпан едіңдер. Ал бүгін Алла Тағала жүректеріңді жарастырды. Сөйтіп оның иман, хақ дін, ислам сынды баға жетпес нығметінің арқасында біріңе-бірің бауыр болдыңдар. Сондай-ақ кезінде сендер тозақ шыңырауының шетінде тұрған едіңдер. Алайда Алла сендерді одан сақтады. Сендер тура жолға түссін деп Алла өзінің аяттарын осылайша ашық баяндайды. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Уа мүміндер, араларыңда ел-жұртты ізгілікке шақырып жақсылықты бұйыратын һәм жамандықтан тыятын бір қауым болсын. Міне солар екі дүниеде де азаптан құтылып мақсат мұратына жеткендер. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Өздеріне ақиқатты көрсететін анық дәлелдер келгеннен кейін алауыздықтың кесірінен жік-жікке бөлініп, сан түрлі теріс жолдарға түсіп кеткендер сияқты болмаңдар. Олар үшін алапат азап бар. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Күндердің күнінде біршама жүздер жарқырап, біршамасы қара қошқыл тартады. Сонда жүзі қарайғандарға иманға келгеннен кейін күпірлік қылдыңдар. Солай ма? Ендеше күпірлік қылғандарың үшін мына азапты тартыңдар делінеді. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Ал жүзі жарқын болғандар Алланың шексіз мейіріміне бөленіп жұмаққа кіреді. Олар мәңгі бақи сонда мекендейді. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Міне бұлар Алланың аяттары, біз оларды саған титтейді күмән араластырмай ақиқаттың нақ өзі ретінде оқып берудеміз. Алла бірде-бір жаратылысқа ешкімге қиянат жасауды қаламайды. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. 108. ayеттің соңы.